Біздің туған жеріміз үлкен және кең болғандықтан көптеген адам сенгісіздей оқиғалар болып жатады. Мен сіздерге қазақ еліміздің ең қызықты жерлерін айтып берейін. Көккөл Жамбыл аумағында орналасқан. Аңыздарға сенсек, Көккөлдің түбі жоқ және өзенге үлкен айдаһардың әруағы орналасқан. Мұнда демалуға келген адамдар түнде Көккөлдегі жүзіп жүрген айдаһардың басын көрген екен. Қостанай облысының Лисаковск ауданының 20 км қашықтықта диаметрі 360 метр пентаграмма Google карта арқылы табылған. Бұл мәселе ғаламтор қолданушылар арасында үлкен дау туғызды. Кейбіреулер бұны шайтандардың бізге берген хаттамасы деп ойласа, ал скептиктер бұны Совет үкіметінен қалған әскери база деп есептейді. Барса келмес аралы, Арал теңізінің солтүстік батыс жағында орналасқан. Бұл жерде көптеген адам сенгісіздей жаптар болып тұрады. Аңыздарға сенсек, бұл жерде уақыт жай және басқаша өтеді. 1991 жылы бұл аралда аномалды жерлерді зерттеуге арналған толық экспедиция жоғалып кеткен. Іздеу нәтижелері ешқандай айғақ таба алмады. Өлген теңіз Талдықорған облысында орналасқан. Бұл жерде күн сайын аномалды құбылыстар болып тұрады. Жазда да, қыста да бұл су өте суық. Түсініксіз жағдайларға байланысты бұл жерде ештеңе де өспейді және де балықтар да өмір сүрмейді. Батып өлген адамдар ешқашан судың бетіне шықпайды. Түскен адамдар көлдің түбіндегі тіп-тіке тұрған өлген адамның денесін жиі-жиі көріп тұрады. Өлі теңіз әлемнің ең қауіпті жерлерінің біріне жатады.